Еркек бақытының ережесі. Ғибратты әңгіме. Өмірде бір бай кісі болыпты. Ол бұл дүниеде қолы жеткен нығметтерінің баршасына риза болса да, қалап алған жарына көңілі толмапты. Әйелінің мінезі, жүріс-тұрысы, қонақ күтімі, сөзі мен күлкісі де оның қолайына жақпапты. Bir күні ол Данагөй қарттың алдына келіп жүгініпті. Сөзді мұқият тыңдаған Дана, ол қызды өзің қалап алдың ба? Әрі, оның қыз күніндегі мінез-құлқын білесің бе деп сұрапты. Сонда әлгі кісі: «Я, өзім сүйіп қосылдым. Қыз күнінде өте сыпайы, салиқалы жан еді. Кейін өзгеріп кетті. Қыз күнінде қыздың бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады дегендейін. Соның сырын өзім де білмей басым қатты» депті.